Қазақтар отырған түрмеде бір орыс отырыпты. Анекдот айт десе, қазақтар туралы айтады екен. Қазақтар, енді қазақтар туралы айтсаң, таяқ жейсің, депті. Келесі жолы анекдот айт десе, орыс. Үш негр келе жатыр. Серік, Берік, Амантай. Бір күні мас қазақ 200 теңге тауып алып, мен 200 теңгеге бола жерге еңкейетін жігіт емеспін, деген екен. Жан-жағына қарап, қолын қалтасына салып, 50 теңгені 200 теңгенің жанынан лақтырып жіберіп, міне 250 теңгеге еңкеуге болады. Папа, мұстандар өмірде жоқ қой, я? Әкесі әйелі жаққа бір қарап, кішкентай кезімде мен де солай ойлаған едім. Мысық темекі тартып бара жатыр. Оны сиыр көріп, сұмдық, кішкентай болса да темекі тартады. Мысық, сұмдық, үлкен болса да лифчик кимейді. Бір күні бір шал оң құлағы естімей қалып дәрігерге барады. Сонда дәрігер әрі қарап, бері қарап, себебін таба алмай, ата, бұл кәріліктен ғой, деген екен. Сонда шал, балам, сонда не, менің сол құлағым оң құлағыма қарағанда жас болғаны ма? Әйелі күйеуіне келіп, менің машинамның карбюраторына су кіріп кетті. Карбюраторда қайдағы су? Мен айтып тұрмын ғой, су. Сен карбюратордың не екенін білмейсің ғой. Көрсет, қайда машинаң? Бассейнде. Алло, әже, бұл қайсың? Мен ғой немереңіз Нұрдәулет. Сен қайдасың? Мен Алматыда оқып жүрмін ғой, 4 жыл болды ғой. Бәсе, үйде көрінбейсің. Бір ауылдың молдасы Құран оқып отырып, осырып қояды. Ұялған молда ауылдан көшіп кетеді. Бірнеше жыл өткен соң шал кемпіріне, ауылға барып білші, менің осырып қойғанымды ұмытып па, дейді. Сонда кемпір ауылға келіп, ойнап жүрген кішкентай балаға, қай жылы тудың, десе, бала, молда осырған жылы, депті. Тағы бір баладан сұраса, молда осырған жылдан 1 жыл кейін, депті. Кемпір келсе, шал алдынан шығып, кемпір, не жаңалық, ауылдағылар ұмытып па, десе кемпір, шалау, сенің көтің ауылға календарь болып кетіпті, депті. Тоқтап тұрған пойызға кіріп, сүйіктісін іздеген Д'Артаньян, Констанция, Констанция, деп айғайлай беріпті. Шыдамы таусылған бір шал, ой анаңның, қай станция деп басымызды ауырттың ғой, бұл шу, айғайлама. Анасы мен кішкентай 5 жасар баласы екеуі психологқа тексерілуге келіпті. Психолог, балақай, мысықта қанша аяқ болады? Бала, 4. Мысықтың қанша көзі бар? 2. Мысықтың қанша құлағы бар? 2. Мама, мына психолог өмірінде мысық көрмеген ба не? Бір шетелдік қылмыскерден жергілікті тергеушілер жауап алып отыр. Алтынды қайда тықтың? Аудармашы, алтынды қайда тықтың? Қылмыскер, айтпаймын. Аудармашы, ол айтпайды. Тергеуші, егер алтынның қай жерде екенін айтпасаң, біз сені өлтіреміз. Аудармашы, алтынның қай жерде екенін айтпасаң, олар сені өлтіреді. Қылмыскер, алтынды үйдің алдында табалдырықтың астына көмгемін. Аудармашы, ата салыңдар, бәрібір айтпайтын ол. Екі қазақ жолда келе жатып, құдыққа түсіп кеткен еврейдің баласын құтқарып алады. Ертесінде екеуінің үйіне баланың әкесі келіп, кеше менің баламды құдықтан шығарып алған сіздер ме? Иә, біз құтқарып қалып едік, дейді ерекше құрмет күткен екеуі. Баламның бас киімі қайда? Қызы, мама, періштелер ұша ма? Мамасы, иә қызым, періштелер ұшады. Онда неге біздің үйдегі көмекші ұшпайды? Қызым, сенде бір. Ол қалай ұшсын? Періште емес қой. Онда неге папам оған періштем менің дейді? Не? Онда қазір ұшады. Қазақ пен орыс бір бөлмеде жатады. Қазақ орысқа жұмбақ жасырады. На букву П под кроватью лежит, депті. Орыс ары-бері ойланып, сдаюсь, дейді. Қазақ, ботинка, депті. Орыс, не ботинка, а ботинок, дурак, деп ашуланады. Қазақ, ну ладно, на букву тоже под кроватью лежит, дейді. Орыс ойланып, сдаюсь, депті. Сонда қазақ, второй ботинка, деген екен. Темекінің зиянды қасиеттері туралы кітап оқыдым. Қоятын шығармын. Темекіні ме? Жоқ, кітап оқуды. Әжетханада, бірінші кабинадан қиналған дауыс. Дұрыстап тамақтана бастау керек шығар. Екінші кабинадан, сен не, тамақ жеп отырсың ба онда? Биттен сұрапты. Бит мырза, кризисті қалай түсінесіз? Сонда бит, кризис ол тазбас адам, депті. Өзіңді суреттеп берші.
Қара торымын. Көзіңші. Бар, екеу. Қыз, таңғасыңды іштің бе? Жігіт, таңғасыңды іштің бе? Қайталама сөзімді. Қайталама сөзімді. Мен сені сүйемін. Иә, таңғасымды іштім. Бір күні Тасбақа кафеге келіп, бір стакан су алып кетеді. Екінші күні тағы да су сұрап алып кетіп қалыпты. Үшінші күні су сұраса бармен: Тасбақа, күнде су алып кетесің, не істейсің оны? Десе, Тасбақа: тездетші бауырым, үйім өртеніп жатыр, депті. Мұғалім оқушыға: сен үшін үй тапсырмасын неге әкең орындайды? Шешемнің қолы тимейді. Екі жігіт жұмақтың алдында өздерінің кезегін күтіп отыр екен. Біреуі сұп-сұр болып қалтырап, екіншісі көңілді отыр. Көңілді отырған жігіт әлгі жігітке: сен қалай өлдің? Үсіп қалдым. Ал сенші? Ал мен қатты қуанғаннан жүрегім жарылып кетті. Бұл қалай сонда? Үйге келсем, әйелім жартылай жалаңаш, төсек шашылып жатыр. Мен әлгі жігітті іздей бастадым. Барлық жерді қарадым, таппадым. Содан қуанғаннан жүрегім жарылып кетті. Ақымақ, тоңазытқышты қарамадың ба? Екеуміз де тірі қалар едік. Күйеуге шығып бара жатқан қыздың ВКонтактеде көп отыратын әкесі бата беріп жатыр. Қызым, әр қыз өз үйіне гости дегенді білесің. Саған айтар маңызды статусым бар, құлақ салып тыңда. Күйеуіңнен басқаларға закрытый профиль бол. Ата-енеңнің әр сөзіне лайк басып тұр. Отбасыңдағы сообщение мен обсужденияларды бізге және басқаға таратпа. Көршілеріңмен друзья бол. Қайынсіңлілермен лучший друзья бол. Олармен ешқашан батылға түспе және черный списокқа түсіп қалма. Күйеуіңмен жақсы отношениеде және өмір бойы в браке бол. Голосымды бердім, қызым. Айтқандарымды есте сақтап жүру үшін стенаңа репост жаса, қарағым. 5 жасар қыз әкесіне: әкешім, 5000 теңге берсең, сен жоқта анам кіммен ұйықтайтынын айтып берем, депті. Әкесі дереу қалтасынан ақша шығарып 10 000 ұстатып: ал айтшы, депті. Сөйтсе қыз: менімен ұйықтайды, депті. Адам өмірде 3 нәрсені жасай алмайды екен: шашын санай алмайды, көзін сабынмен жуа алмайды, тілін шығарып демала алмайды. Болды, тіліңді шығармай қой, жарайсың. Бір күні әйелі мен күйеуі базарға кетіп, балаларын үйге қалтырып кетіпті. Базардан келіп үйге кірсе, балалары үйді астан кестеңін шығарып шашып тастапты. Әйелі тұрып: мә, үйге бомба түскен ба? Десе, күйеуі: оны қойшы, сол түскен бомбаны мыналар жарып жіберіпті ғой, депті. Мектепте: апай, егер де мектепті 4 пен 5-ке бітірсеңдер, жұмаққа барасыңдар. Ал 2 мен 3-ке бітірсеңдер, тозаққа барасыңдар, депті. Сол кезде арт жақтан біреу: апай, мектепті тірі бітіруге шанс бар ма? Депті. Сізде ұят бар ма өзі? Бүкіл халықтың көзінше селфилеткеніңіз несі? Кешіріңізші, қатты түскім келіп кетті. Туалетке барғанша шыдай алмадыңыз ба? Күміскүл 1-ші сыныпқа келеді. Сен санау білесің бе? Дейді мұғалімі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ары қарай білесің бе? 8, 9, 10, валет, дама, король, туз. Баласы анасына: мама, ананы қарашы, тереземіздің алдына құс келіп қоныпты. Я, балам, ол көгершін. Мама, үйде нан бар ма? Жоқ, балам, нансыз жей бер. Дәрігер: 1 апта болды түсіме футбол ойнап жүрген тышқандар кіреді. Міне, мына дәріні ішсеңіз, бәрі дұрыс болады. Ертең ішсем болады ма? Неге? Бүгін финал еді.